Оқу сабағында мен сендерге қазір менің сырымға мына жіпті беріп, өзімнің тілегімді айтқым келеді. Сырым бүгінгі сабаққа жақсы қатысуыңа тілектеспін. Сен кімге тілек айтқың келеді? Ал айта ғой. Наргүл, әдебиеттік оқу сабағында минутқа 50 сөзге жеткіз. Жақсы. Наргүл, сен кімге тілек айтқың келеді? Мен Кәусарға. Аха. Айтшы тілегіңді. Кәусар, сен көркем жаз. Жақсы. Мен Нұрисаға тілек айтқым келеді. Айта ғой. Тілегіңді айт. Нұриса әдебиеттік оқу сабағынан 9 бал алды. Жақсы. Нұриса, сен кімге тілек айтқың келеді? Айта ғой. Айтсайшы тілегіңді. Нұржігіт сабағымды жақсы оқып, әдебиетті оқудан 100-ге оқы. 100 сөз оқы дейді. Жақсы. Ал Нұржігіт, сен кімге тілек айтқың келеді? Ал айта ғой. Егер сен күшті жаз. Жақсы. Әдемі жаз дейді. Алсайшы енді соны. Бекарыс, сен кімге тілек айтқың келеді? Жақсы. Айта ғой. Сапар, сен әдебиеттік оқудан 10 бал алуына тілектеспін. Жақсы. Бүгінгі сабаққа жақсы қатыс деген сөз, иә? Сапар, сен кімге тілек айтқың келеді? Яшқа. Айта ғой. Жоқ, астынан өтпей ақ қойшы, созып берсін. Яш әдебиеттік оқу сабағынан 50 сөзге жеткіз. Жақсы. Ал Диас, сен кімге тілек айтқың келеді? Шахнұрға. Айта ғой. Қандай тілек айтқың келеді? Шахнұр минутқа 100 сөз оқы. Жақсы. Шахнұр, сен кімге тілек айтқың келеді? Ал Жігерге қандай тілек айтасың? Жігер сабағында күшті оқы. Жақсы. Жігер, сен кімге тілек айтқың келеді? Қандай тілек айтқың келеді? Әдебиеттік оқу сабағынан сөйлем құрап үйрен. Жақсы. Жақсы. Ал Шұғыла, сен кімге тілек айтқың келеді? Айқынға. Ал айта ғой. Айқын сабағында жақсы оқы. Жақсы. Айқын, сен кімге тілек айтқың келеді? Наргизаға. Айта ғой. Наргиза, сабақтан 50-60-ға жеткіз. 60 сөзге жеткіз. Жақсы. Наргиза негізі 50-60-тан асырады, иә, сөз минут оқығанда. Жақсы. Наргиза, сен кімге тілек айтқың келеді? Аялаға. Айта ғой. Аяла, сен бүгінгі сабақтан 10 бал алуына тілектеспін. Жақсы. Аяла, сен кімге тілек айтқың келеді? Аялға. Ал, жақсы. Аяру бізде енді барлық балаға тілек айтады, иә? Айта ғой. Аяру, барлық балаға не тілейсің бүгінгі сабақта? Бүгін әдебиеттік оқуда барлықтарын жақсы оқыңдар. Жақсы. Барлықтарын тілектеріңді айттыңдар бір-біріңе деген. Енді балалар, ал бізде не пайда болды? Торы пайда болды, иә? Жақсы. Ал сенде не айтып қалғың келеді осы? Ал Сапар. Өйткені ол мексі адамның басына отылса, ол бақыт деген сөз. Я, егер өрмекші адамның басына келсе, ол сол адам бақытты болады деген сөз дейді. Жақсы балалар. Міне балалар, сендер осы жіптің бір ұшынан бастап, бір-біріңе тілек айта отырып, жіпті бір-біріңе бердіңдер. Ендеше осындай жақсы өздерің айтқан тілекпенен, жақсы көңіл күймен әдебиеттік оқу сабағымызға қатысып, барлығымыз бүгін жақсы оқып, жақсы бал аламыз. Келістік па? Иә. Жақсы. Балалар, ал Бердібек Соқпақбаев туралы сендер не білесіңдер? Наргиза, келе ғой. Мына жерде міне автор орындығына отырып айта ғой. Бердібек Соқпақбаев 1924 жылы 15 қазанда Алматы облысының Нарынқол ауылында туған.
балаларға арнап менің атым Қожа повестін жазған. Бұл шығармаға түсірілген, кинода түсірілген. Жақсы, Наргиза, отыра ғой. Я, балалар, Бердібек Соқпақбаев атамыздың ең үлкен шығармасы «Менің атым Қожа» шығармасына кинода түсірілген. Ол киноны сендер көрдіңдер ме? Сендерге ұнады ма? Жақсы. Балалар, сол кезде жаңағы балалар ағашты, жас шыбықтардың бәрін қайдан әкелді? Орманнан әкелді, я? Жақсы, сендер орманға барып көрдіңдер ме? Ал о жер ұнады ма сендерге? Жақсы, олай болса Аяла, келе ғой тақтаға. Аяла, сен қазір бізге орманның жақсы жағын айтып бересің. Қалпақты кие ғой. Айқын, келе ғой. Айқын, сен мына қара қалпақты киіп, бізге орманның, мәтіннің жаман жағын айтасың. Аяру, сен мына сары қалпақты киіп, бізге қазір орманның пайдасы туралы айтасың. Жігер, келе ғой. Жігер, сен мына қалпақты киіп, бізге ормандағы ағаштардан не алынады, соны айтасың. Ал Аяла, мәтіннің жақсы жағын айта ғой. Мәтіннің жақсы жағы оқушылардың каникул кезінде келіп ағаштарын баттауы. Мәтіннің жаман жағы Алмабек ағаш отырғызуы, Алмабек ағашқа көтім жатамауы, Алмабек жалқау еншік болуы. Орманның пайдасы. Орман ең алдымен адамның денсаулығы, демалыс үйлері, тынығу орындары ағаш арасына салынады. Орманның ауасы таза әрі шипалы. Орман болмаса өттегі адамдардан тыныс алуына жетпес еді. Орманнан қандай заттар алады? Ормандан үстел, орындық, кітап, қағаздар, дәрі-дәрмек алады. Оқушылардың білімін көтеру, оқуға деген ынта-жігер мен қызығушылығын арттыру әр мұғалімнің міндеті. Осы мақсатта әртүрлі әдістер мен тәсілдерді пайдалана отырып, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, өздігінен ізденуіне мүмкіндік жасау. Бұл сабақта мен өрмекшінің торы, автор орындығы, ақылдың алты қалпағы әдістерін қолдандым. Жаңа сабақты меңгертуде жалпы сабақ барысында әртүрлі әдіс тәсілдердің сабақта атқаратын рөлін көрсеткім келді.